Сіз бұрын-соңды төрт көзбен туылған жігітті естіп пе едіңіз? Ал әлемдегі ең үлкен қолы бар әйел туралы немесе барлық рекордтарды жаңартқан ер адам туралы не деуге болады? Әлемде сыртқы келбетімен таңғалдыратын таңғажайып тұлғалар аз, бірақ олар әрқашанда басқалардың үлкен қызығушылығына ие. Олардың басқаларға ұқсамайтыны, қалай өмір сүретіні, бақытты екенін білу әрқашанда қызықты. Видеоны ары қарай көріп, бүкіл әлемді таңқалдырған басқа да ерекше адамдарды біле жүріңіз. Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен Әсия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Бұл бейне ұнаса, соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Әлемді таңғалдырған Қытай тұрғыны Ли Ху есімді жас жігіт туылған кезде сол жақ қолынан жарақат алады. Соның салдарынан оның сол қолы үлкейе бастайды. Ғалымдардың пікірінше, ол ең үлкен өлшемге жетіп, гигантизм ауруына ұшырайды. Оның бүкіл денесі ұлғаймайды. Жергілікті гигантизм, яғни сол жақ қолының аяқтың шегіне дейін өсуіне әкелді. Қолының салмағы 10 келі. Сонымен қатар, үлкен қолдардағы саусақтарының ұзындығы әртүрлі. Бас бармақтың ұзындығы 26 сантиметрге жетті. Ортаңғы саусақтары 30-15 сантиметр болды. Ал қалған саусақтарының өлшемі мүлдем қалыпты. Сол жақ қолы мен Ли Хуаның қолы әлемдегі ең үлкен қол деп танылды. Бірақ мұндай рекордта өмір сүру өте қиын болды. Бірнеше жыл бұрын дәрігерлер қолды, саусақтарды кішірейту мақсатында операция жасағанымен, Қытай қолды толық қалпына келтіре алмады. Ли Хуаның тек сол қолы ғана үлкен болса, тайландтық Джонджей Самаксамам есімді әйелдің екі қолы да толығымен үлкен. Әрине сену қиын, бірақ әйелдің қолының жалпы салмағы 100 келіге жуық. Джонджейдің жергілікті гигантизмді түсіндіруде ғалымдар бұл жерде піл деп аталатын ауру деп санайды. Бұл терінің өсуімен бірге дененің кез келген бөлігінің көлемі ұлғаяды. Мұндай аурудың нәтижесінде адамның аяқ қолдары пілдікі секілді болады. Әдетте ауру тек саусақтар мен қолдарға әсер етеді. Ал Джон жағдайында бұл ерекше, әйелдің аяқ қолдары толығымен сау. Ғалымдардың пікірінше, өкінішке орай, мұндай дерттің емдеу жолы жоқ. Жалғыз жолы ампутация. Бірақ Джон мұны қаламайды. Ол өзінің алып мүшелеріне әбден үйренген, оларды толығымен игереді. Ол тіпті жеке бизнесін жүргізеді. Оның өзінің дүкені бар. Лос-Анджелестегі 49 жастағы американдық өзінің кең және көлемді жамбастарымен бүкіл әлемді таңғалдырды. Олардың ұзындығы 24 метр. Бұл нормадан 2 есе көп. Американдық әйелдің бойы 164 сантиметр, салмағы шамамен 190 килограмм. Дененің мұндай ерекшелігін гигантизммен түсіндіруге болады. Бірақ оның бөксеге ешқандай қатысы жоқ. Әдетте 22 жасқа дейін Мигель өте қарапайым қыз болды. Бірақ оның бірінші баласы туылғаннан кейін бәрі өзгере бастады. Содан кейін қысқа мерзімде 25 келіге көтерілді. Әйел тағы 3 баланы дүниеге әкелді. Салмағы арта берді. Жамбасы әсіресе қатты ісінді. Ғалымдардың пікірінше, босанғаннан кейін май теріге қалыптан тыс таралуымен сипатталатын липидті ауру деп санады. Бірақ Мигель мұндай үлкен жамбастарымен әдемді әрі тартымды деп ерекшелене алмас. Тілдің екіге бөлінуін естіген шығарсыз. Жергілікті анестезияның көмегімен кескеннен соң адам жылан сияқты екі тілді болады. Бірақ кейде табиғаттың өзі адамға екі тіл береді. Мысалы, ақшта бір қыз дүниеге келді. Бұл ғалымдарды бірден таңғалдырды. Бұл қыз екі ауыз, екі тілмен туылды. Босанғаннан кейін қызды тексеру барысында оның екінші аузының өлшемі шамамен 1 сантиметр болатынын көрсетті. Ал тістері мен негізгі тілдің қозғалысы ғалымдар аномалия деп санады.
Бұл бас сүйегінің қайталануын тудыратын ең сирек ақау. Бұл оқиға да жақсы аяқталды. Қыз 6 айлық болғанда оған қосымша ауызды алу үшін ота жасалып, көп ұзамай тігістері жазылды. Сондықтан да қазір балаға қауіп төніп тұрған жоқ. 4 көзді деген сөз әдетте көзілдірік киетін адамды білдіреді. Бірақ әлемде кей адамдарды тікелей мағынада 4 көз деп атауға болады. Павел Корчагин солардың бірі. Ол 4 көзімен туылған. Әдеттегі жұп көздерден басқа оның қосымша қабақтары мен көздері болған. Оны тексерген дәрігерлер де баланың 2 жұп тамыры барын, басындағы шашы ақ пен қызыл түсті, 2 түсті екенін анықтады. Көп ұзамай Павелдің басқа да көптеген мүшелерінің де 2-ші жұбы бар екені анықталды. Ол ана құрсағында дұрыс дамымай өзінің егізімен біріктірілген. Бұл сыртқы көріністе осындай нәтижелер мен өзгерістерге әкелді. Мұндай қасиет ерекше ғана емес, сонымен қатар керемет болып көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде Павел туылғаннан бастап көздері көрмейді. Жігіттің көзінің бір бөлігіне көптеген күрделі операциялардан өту арқылы кейіннен көзі көре бастады. Одан соң мектепке оқуға барып, білім алып жүрді. Тіл мен көз туралы түсінікті, ал аяқ-қол ше? Адамның қосымша аяқ-қол болуы мүмкін бе? Және осы бірегей адамдардың кейбіреулері ерекше таңғалдырады. Оның бірі Дипак Пасван. Оның кеудеден қосымша аяқтары мен қолдары өсіп туылған. Себебі құрсағында дамып үлгермеген егізімен қосылу болған. Бұл сирек кездесетін туа біткен Мария Дипакты әйгілі етті. Кейіннен туылғаннан бастап жергілікті индус қажылары балаға табыну үшін отбасының үйіне бара бастады. Оларда Құдай деген әдетте қосымша мүшелерімен бейнеленген. Бірақ екінші жағынан қосымша мүшелері жігіттің өмірін қиындатқан. Адамдардың үнемі назар аударуы, келеке мазақ, даму қиындықтары, ұйқы кезіндегі қолайсыздықтар, мұның бәрі жігітті ұзақ жылдар бойы сүйемелдеді. Бірақ бақытымызға орай 2010 жылы Бан Глориядағы қайырымдылық ауруханасы қымбат операцияны тегін жасауға келісім беріп, хирургтар Дипактың кеудесіндегі қосымша мүшелерін сәтті түрде алып тастап, жігітті қалыпты өмір сүруге мүмкіндік берді. Ресейлік Юлия Гюнтер өзінің денесінің ерекшелігімен мақтана алады. Еденге қол созу, шпагатқа отыру, немесе жіпке отыру ол үшін мүлдем ұсақ түйек. Юлия таңғалдырады. Оның икемділігі ол сүйексіз туылғандай. Физиканың заңдары оған жұмыс істемейтіндей иіліп созылады. Юлияның икемділігінің себебі бала кезінен оның денесіне ерекше икемділік берген сіңір ауруынан және көп тынымсыз жаттығулардың әсерінен екен. Қазір Юлия әлемдегі ең икемді қыз болып саналады. Ол 50 сантиметрлік қорапқа толығымен сиып кіре алады. Тіпті кеңсе заттары секілді әртүрлі болып та иіледі. Юлия ол Гиннес рекордтар кітабына сонымен қатар жылан қыз деген керемет лақабатқа ие. Юлия Гюнтер Гиннес кітабына 2 рет енсе, Ашрита Фурманның есімі Гиннес кітабында 600-ден астам рет болған. Бұл таза шындық. Рекордтар бұл американдық 67 жастағы Ашрита үшін өмірдің мәні болып табылады. Ол 1979 жылдан бастап барлық континенттерде әртүрлі рекордтар орнатты. Бүгінде ол 3 сағат бойы үстел теннис тобын, ракеткаларды лақтырып, Гиннес кітабына енсе, ертең ол Мысыр пирамидалары арқылы ең ұзақ қашықтықта бильярд таяғымен тепе-теңдікті ұстап рекордтарды жаңартады. Ашрита әртүрлі нәрселермен адамның мүмкіндіктері мен қабілеттерінің шексіз екенін бүкіл әлемге көрсеткісі келеді. Және ол мұны өте жақсы жасайды. Рекордтарды жаңартып, таң қалдырудан шаршамайды. Сіздерге бұл бейне пайдалы әрі қызықты болды деп сенемін. Егер расымен ұнап жатса, лүпіл басып, пікір жазып қолдау көрсетіңіз.
Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, мені шабыттандырады. Сіздермен болған Әсия.